Сәлеметсіздер ме достар? Менің атым Ықылас Құсыни. Мен сіздерге Абай атамыздың 175 жылдығына арнап бірінші қара сөзін айтып берейін. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пен жаман өткіздік пен әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрін баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді не қылып, қайтып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бақпаса, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өлсері өзіне керегінше бағар. Енді қартайғанда қызығын өзі түгіл көре алмайтұғын. Ұры, залым тілемсектердің азығын бағып берем деп қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсіз, кездемені жайып салып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқасар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харакетке қосайын? Балаларымның өзі не ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара тияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедімде, ақыры осыған байладым. Енді бұдан басқа ешбір жұмысым жоқ. Сіздердің тыңдағандарыңыз Абай атамыздың бірінші қара сөзі. Абай атамыз ұрпақтардың көңілінде мәңгі жасайды. Сау болыңыздар.